Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мясо по-тайски тамағының қалай дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдыменен осындай жұмсақ етімізді алып, жұқа бөліктерге бөліп, ұзынша соломка тәріздес етіп кесіп шығамыз. Кез келген ет қолдансаңыздар болады. Мен қой етін қолдандым. Бұған тауықтың етін қолдансаңыздар да болады. Дәмі тауықтың етімен керемет болып шығады. Бір дайындап көрсеңіздер болады. Енді етімізді маринадтайтын боламыз. Ол үшін бізге соевый соус қажет. 2 ас қасық соямызды құйып, етті 1 сағатқа қалдыратын болсақ, етіміз өте жұмсақ болып піседі. Енді сәбізімізді ұзынша етіп турап шығамыз. Енді болгар бұрышымызбен пиязды және сарымсақты видеодағыдай турап шығамыз. Достар, егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, алдағы уақытта жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Енді қызып тұрған құрғақ табаға етімізді салып, суы тартылғанша 5-10 минуттай жақсылап етімізді қуырып аламыз. Еттің суы тартылып, осылай құрғай бастаған кезде пиязымызды салып, тағы 5 минуттай қуырамыз. Осылай қатты құрғап кеткен кезде азырақ су қосып, тағы жақсылап араластырып қуырамыз. Енді сәбізімізді салып, тағы 5-10 минуттай тағы жақсылап қуырамыз. Болгар бұрышымен сарымсағымызды саламыз. Енді азырақ ащы бұрышпен лимон сығындысын қоссақ, тамақтың дәмі өте керемет болады. Міндетті түрде лимон сығындысын қосыңыздар және азырақ су қосып, тағы 5 минуттай қуырамыз. Осымен біздің мясо по-тайскіміз дайын. Өте оңай әрі тез дайындалады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Қасына гарнирге күріш қостым. Өте дәмі керемет болып шығады достар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.